Екінші тарау. Пайғамбарлық мөр. Сайб ибн Язидті нағашы апасы пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям алып барады. Содан ол: «Уа Алланың елшісі, мына әпкемнің сіңлімнің баласы сырқаттанып қалды» дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям басымнан сипап, береке тілеп, дұға жасады. Кейін дәрет алды. Мен дәреттен қалған суды іштім. Артқы жағында тұрып қалған едім. Екі жауырынның арасындағы пайғамбарлық мөрді көрдім. Оның пішіні түймеге ұқсайды. Түсіндірме. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям істегендей дем салған кісі алдына келген адамның ауырып тұрған жерін сипауы сүннет болып саналады. Ғалымдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сипаған басының сол бір бөлігі қанша жасқа келсе де қап-қара күйінде қалған жері ағарып кеткендігін айтқан. Сондай-ақ хадисте береке тілегенін басшылыққа алып, мұсылман адам осындай жағдайларда пайғамбар жасағандай береке тілесе, сүннетке сәйкес іс атқарған саналады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям сол дұғасынан кейін 94 жыл өмір сүріп, қанша қартайса да қуатты қалпында қалған. Сайыптың өзі де мұны мойындап, жанарымның жарқырап көруі, құлағымның керең болмай естуі пайғамбар дұғасының берекетінен екенін жеткізген. Сонымен қатар хадистен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям сахабаларымен көркем мәміле жасап, өте жұмсақ болғандығын да аңғарамыз. Хадистің жалғасында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям дәрет алып, одан қалған суды сырқаттанған кісі ішкендігі баяндалған, яки Алла елшісінің денесінен тамған тамшы суды ішуі де ықтимал. Қандай жағдайда да бұл тәбәрік ретінде жасалынған іс-әрекет. Исламдағы тәбәррук дегеніміз түрлі жолдар арқылы берекені талап ету, яки Алла тағаланың басқалардан өзгеше ерекше еткен заттарынан, орындарынан құт береке тілеу. Мәселен, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям қолын ұстау арқылы жақсылық күту, немесе Алла елшісінен қалған заттарды себепкер етіп берекет тілеу. Тәбәруктегі негізгі мақсат етілген ұғым осы. Сенімді хадис мәтіндері мұны айқын растайды. Енді сол хадистерге кезек берейік. Әбу Жухайфа бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалямның түс әлетінде біздің алдымызға шыққанда дәрет алу үшін су әкелінді де ол дәрет алды. Сол кезде адамдар ол дәрет алған судың артылып қалғанын алып денелеріне жаға бастады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бесін намазын 2 рәкағат және асыр намазын 2 рәкағат етіп оқыды. Алды жағында үшкір таяқ жерге шаншулы тұрды деген. Байхақидің кітабында келген Худайбия келісімі туралы хадисте Ғуруа ибн Масғудтың Құрайшқа оралғаннан кейінгі оқиғасы баяндалған. Ғуруа жолдастарына қайтып келіп былай дейді: «Ей қауымым, Алланың атымен ант етейін, расында мен талай патшалардың алдында болғам. Императордың, Кисраның және Нәжәшидің алдында болғам. Бірақ Алланың атымен ант етейін, ешбір патшаны маңындағылардың Мұхаммедтің сахабалары құрметтегендей құрметтегенін көрген жоқпын. Алламен ант етейін, ол түкірсе түкірігі сахабалардан бір кісінің алақанына түсіп, ол дереу онымен беті мен денесін сүртіп, дәреттен артылған суына қырылысуға шақ қалады.
Ал сөйлесе қасында дауыстарын бәсеңдетіп құрметтегендіктен оған тіке қарамайды. Ол сендерге парасатты ұсыныс жасады, оны қабылдаңдар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм Кабша әл-Ансарияның үйіне кірген уақытта ішінде суы бар торсық ілініп тұрған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм тұрған халінде суды ішті. Кабша анамыз Алла елшісінің аузы тиген жерінен берекет алу үшін торсықтың аузын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм ерні тиген жерін кесіп алды. Алла елшісі Үммі Сүлаймның үйіне кірген еді. Онда суы бар торсық ілулі тұрған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм тұрған халінде су ішті. Үммі Сүлайм пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм суды ішіп болған соң торсықтың бас жағын кесіп алды. Имам Науауи Риядус-Солихин атты кітапта шын мәнінде ол Алла елшісінің аузы тиген орынды сақтап қалу үшін және тәбәрік қылу мақсатында кесіп алған еді деп түсініктеме берген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм әдетте науқасқа Алланың есімімен біздің топырағымыз, біреуміздің түкірігімізбен науқасымыз Раббымыздың рұқсатымен шипа табады деп айтатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бұл сөздерді айта отырып, сұқ саусағын түкіріктеп топыраққа тигізіп ауырған жерге жағатын. Ибн Қайым бұл қарапайым адамдардың топырақтары десек, ал енді Раббысының есімімен әрқашан байланыста болған Алла елшісінің түкірігі туралы не деуге болады? Жер бетіндегі ең құнарлы, берекелі топырақ екеніне еш шүбә жоқ. Мінекей, осы секілді исламда тәбәріктің еш күмәнсіз бар екенін айғақтайтын оқиғалар орын алған. Сахабалар, табиғиндер және ислам ғалымдары Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм намаз оқыған орындарын, су ішкен ыдыстарын, қолы тиген заттарын, денесінен аққан терісін де, киген шапанын да, шашын, тырнағын, аяқ киімін дәнекер етіп тәбәрік ретінде қолданатын болған. Бұл бейне бір ауырған адамның дәріні пайдаланғаны секілді. Пайғамбарлар әулиелер арқылы және олардың заттарын себепші ретінде шипа тілеп сауабы болар деген үмітпен тәбәрік қылу шариғатымызға қайшы келмейді. Бұл жерде ескере кететін жайт, дәріні пайдаланған адам шипаны беруші, аурудан айықтырушы бір Алла екенін ұмытпауы керек. Сол секілді пайғамбарлармен, әулиелермен тәбәррук еткен кісі пайда да, зиян да, барлық нәрсені беруші де, яки ол заттан махрум ететін де Алла тағала екеніне сенуі басты шарт. Кімде-кім тәбәррук қылуды дұрыс емес, харам деп санаса, онда дәнекер ретінде қолданған дәрі-дәрмекті тыйып, харам деуі керек. Ислам ғалымдары тәбәрруктің рұқсат екендігін айтады. Сондай-ақ бұл Құран кәрім, сүннет және ижмақ ғұламалардың бір ауызды келісімі бойынша расталған дүние. Тақырыбымызға арқау болған негізгі хадисімізге оралсақ, жас сахаба Сайб Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм арқа жағынан пайғамбарлық мөрді көреді. Ол екі жауырынның ортасында, сол жағына жақындау жүректің қарама қарсы бетінде орналасқан. Алла тағала жіберген елшілерінің оң қолында пайғамбарлығын айғақтайтын бір мен белгі берілген. Ал Мұхаммед пайғамбардың белгісі екі жауырынның арасында орналасқан. Жалалуддин Суюти бұл соңғы елшіге тән ерекшелік екенін кесімді түрде айтқан. Енді аталған пайғамбарлық мөр қашан пайда болды?
Дүние есігін ашқан сәттен бастап бар ма? Я өмірге келгеннен кейін қойылған ба? Я болмаса көкірегін жарып ашқан кезде ме? Яки пайғамбарлық міндет жүктелген уақытта ма? Хафиз ибн Хажар періштелер келіп көкірегін ашқан кезде пайда болғандығын алға тартады. Ғұлама Қади Ғият та осы пікірді растаған. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам екі жауырынының арасында пайғамбарлық мөрді көрдім. Ол көгершіннің кептердің жұмыртқасы секілді қып-қызыл ет болып көрініп тұратын. Түсіндірме: кейбір деректерде қара, жасыл түсті, басқа хадистерде денесінің терісіне ұқсас болатындығы айтылған. Себебі түрлі жағдаяттарға байланысты өзгеріп отырған. Сондай-ақ ғалым Куртуби оның көлемі де кей уақытта үлкейіп, кейде кішірейтіндігін жеткізген. Сағид ибн Муғаз қайтыс болған күні Румайса Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Рахманның аршысы қозғалып сілкінді деп айтқанын естігендігін жеткізеді. Егер қаласам, сол сәтте екі жауырынның арасындағы пайғамбарлық мөрді сүйіп алар едім. Себебі маған жақын тұрған еді. Түсіндірме: Румайса кішкентай қыз сахаба. Жас болғанына қарамастан Алла елшісінен екі хадис жеткізген. Біреуі осы, екіншісі духа намазына байланысты хадис. Сағид ибн Муғаз ұлы сахабалардың бірі. Бәдір, Ухуд шайқастарына қатысқан. Хандақта жараланып, бір айдан кейін қайтыс болады. Бақиқта жерленген. Жаназасына 70 000 періште қатысқан. Бірде пайғамбарға жібек мата сыйлыққа берілген кезде сахабалар оның жұмсақтығына таңғалады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Сағидтың жәннаттағы қол орамалы бұдан да әдемі, жұмсақ деп мақтаған еді. Сахаба Сағидтың рухы келетініне қуанып, арш сілкінген болатын. Алла елшісінің екі жауырынының арасында пайғамбарлық мөр бар еді. Ол пайғамбарлардың ең соңғысы. Алла елшісі Амр ибн Ахтаб әл-Ансари деген сахабаға уа Абу Зайд, бері жақында да арқамды, яғни пайғамбарлық мөрді сипалап қарап көр деп бұйырады. Мен арқасын сипалап отырып, саусақтарым мөрге жетті. Мұны тыңдап отырған Илба ибн Ахмар есімді кісі сахабадан пайғамбарлық мөр қандай екен деп сұраған кезде Абу Зайд бір жерге жиналып қалған түк жүн деп сипаттаған. Түсіндірме: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Абу Зайдқа дұға тілейді. Кейін ол 120 жыл өмір сүреді. Пайғамбарлық мөрдің өзіне емес, бетінде өсіп тұрған кішкене жүнге қолы тиген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Мадина қаласына көшкен кезде Сальман әл-Фариси іздеп келеді. Қолында бір табақ құрмасын әкеліп, пайғамбардың алдына қояды. Алла елшісі: уа Сальман, бұл не нәрсе, не үшін әкелдің деп сұраған сәтте Сальман: бұл саған және сахабаларыңа беріліп жатқан садақа дейді. Сонда пайғамбар: біз пайғамбарлар садақаны жемейміз дегеннен кейін оны көтеріп алып кетеді. Ертесіне дәл сондай табақпен құрманы әкелгенде пайғамбар мұның не екенін сұрайды. Сальман осы жолы бұл саған берілген сыйлық деп жауап берген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына: қолдарыңды созып құрмадан алыңдар деп өзі де дәм татады. Бірнеше уақыттан кейін Алла елшісінің арқасындағы пайғамбарлық мөрге көзі түсіп, оның шын мәнінде пайғамбар екеніне көзі жетіп иман етеді. Алайда бұл сәтте Сальман яһудилерде құлдықта еді. Содан Алла елшісі белгілі бір дирхамға сатып алып, арада мукатаба келісімі арқылы азаттық берілуіне келіседі. Мұндағы басты шарт құрма ағашын егіп және Сальман әл-Фариси сол жерде жеміс бергенше дейін жұмыс жасауы қажет. Алла елшісі барлық құрма ағашын өзі егіп шығады, бірақ бір құрма ағашын сахаба Омар егеді.
Сол жылы-ақ барлығы жемісін береді. Тек әлгі біреуі ғана жеміссіз болады. Мұны көрген Алла елшісі, мына бір талға не көрінді деп сұрайды. Сахаба Омар оны өзі еккенін айтқан сәтте Алла елшісі оны жұлып қайта егеді. Сөйтіп ол сол жылы-ақ жемісін береді. Әбу Надра сахаба Әбу Сағид әл-Худриден Алла елшісінің мөрі жайында сұрайды. Ол мөр арқасында және денесінен кішкене шығыңқы ет екендігін айтады. Мен Алла елшісіне келген едім. Ол сахабалармен бірге отырған. Айналып артқы жағында жүредім. Менің не қалап тұрғанымды біліп қойды. Содан киімін шешіп еді, арқасы көрінді. Екі жауырынның арасындағы мөр тұрған жерді көрдім. Оның көлемі бейне бір жұдырық секілді. Жанында меңдері бар. Bir жағынан сүйел іспетті. Сөйтіп пайғамбардың алдына барып, уа Алланың елшісі, сенің күнәларыңды кешірсін деп едім. Ол да менің күнәларымның кешірілуін сұрады. Тыңдап отырған бір топ адам Алла елшісінің сенің күнәларың үшін кешірім тіледі ме деп сұрады. Сонда ол, иә, мен үшін де және сендер үшін де Алладан кешірім тіледі деп жауап беріп, өз күнәң үшін һәм мүмин ерлер мен әйелдер үшін Алладан кешірім тіле деген аятты оқыды.